Сәлеметсіздер ме? Photoshop бағдарламасында аттестатты қалай толтыруға болады, сол жөнінде айтамын. Мысалы, мынау дайын аттестаттың үлгісін артына сурет ретінде қойып аламыз. Сосын осы жерге дайын шаблонымыз бар. Сол шаблон бойынша 25-ші жылды қазір 26-ға ауыстыратын болсақ, мына жерден ауыстырамыз. 26 деп сақтаймыз. Сонда бізде негізгі аттестатта ол 26-ға ауысады. Сосын мына жерде тағы да бар. Бұл осы жерден де ауыстыра салсақ болады. Басып, мында 26 деп ауыстырамыз. Қай күні, мысалы маусым бүгінге қоясыздар. Мектептің аты жөнін бәрін экземпляр жасап аласыздар. Директорды, оқушы, меңгеруші, мына жерге баланың атын, мысалы, осы жерден жазасыздар, өзіңізге керек болған атын. Осы жерден жазып өзгертулеріңіз де болады. Сол сияқты орысша жағында тура осылай өзгертесіздер. Содан кейін шаблон астында жасыл аттестат шығып кетпес үшін мына жердегі жасыл аттестаттың шаблондағы глазокты алып тастайсыз. Слойдың ішіне кіріп, сонда осы ақ қағазға басып береді. Ең бірінші шамамен байқап жасыл аттестатыңызды қойып көріп аласыз. Қайсысы, мысалы, кейбір жазу үстіге астыға шығып кетуі мүмкін. Мысалы, баланың атын кішкене үстіге көтеру үшін мынау shift кнопкасының астындағы стрелкаларды басып, аздап көтерсеңіздер болады. Осы жазуға барасыз. Баланың аты кішкене көтеріп жібергім келіп тұр. Міне, осылай көтеріп, немесе төмен түсіріп, немесе жылжытуға да болады. Өзіңіздің қалауыңызша. Содан бағаларды тоже жасап қойғанбыз. Бұл жерде шаблон бар екен. Бағалар жазылып тұрған бетінде. Қай баға қайсысын кеткен. Мына жерде, мысалы, қазақ тілінен балада 4 болса, 4-тің глазок жанып тұрады. 4 емес, 5 болатын болса, 5-ке апарып қойыңыз. Сонда өте жақсы деп өзгереді мына жерде. Немесе қанағаттанарлық. 2 глазок жанып қалса, соның үстіне бір басылып кетеді. Сондықтан каждый пән осылай жинақталып тұрады. Міне қазақ тілі, мына жағы слойдың ішін қарасаңыздар, қазақ тілі, әдебиет, орыс тілі, ағылшын, алгебра деп әр пән бойынша бөлінген. Құқық негіздері. Бұл жерде де керек сөзіңізді апарып, осы жерден өзгерте саласыз. Мышканы 2 рет басу арқылы сөз жаңады, сол сөзді барып өзгертсеңіз болады. Алдыға артқа жылжытып отыру арқылы. Осындай дайын шаблондарымыз бар. Үйренем десеңіздер, маған шықсаңыздар болады.